Математика пәні тақырыбы 1 және 2 амалмен орындалатын есептер. Оқушылар, бүгін біз 2 амалмен орындалатын есептерді шығарып үйренеміз. Мысалы, балалар 8 килограмм қызыл алма және одан 2 килограмм сары алма артық жинады. Балалар барлығы неше килограмм алма жинады? Бұл есептің шартын, сұрағын шешуін, жауабын жазамыз. Қызыл алма 8 килограмм, ал сары алма белгісіз 2 килограмм артық. Барлығы белгісіз. Бұл есепте көріп тұрғандарыңдай оқушылар 2 сұрақтан құралады. Яғни бұл 2 амалмен орындалатын есепке жатады. Шешуін жазамыз. 8 қосу 2 тең 10 килограмм. Яғни біз бұл сары алманы таптық. 10 қосу 8 тең 18 килограмм. Бұл барлығы, яғни қызыл алма мен сары алманың қосындысы 18 килограммға тең. Жауабын жазамыз. Барлығы 18 килограмм алма жинады. Қазір оқушылар, біз осыған ұқсас есептер шығаратын боласыңдар. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Қазанның 13-і үй жұмысы. Екінші есеп 56-шы бет. Есепті шығар. Бұл 2 амалмен орындалатын есеп. Номер 4, 57-ші бет. Өрнектерді жазып, олардың мәнін тап.